Абай Құнанбаевтың екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын. Кейін қолтық. Шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс тартқан бұтадан қорыққан көз көргенде, әке үкедесіп шығып кетсе, қызым боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, баш алшык ноғай деп, орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса да соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті, деп. Сонда мен ойлаушы едім, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант тұрған, жаман келеді екен, ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малынды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған сонда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қағазға да шыдайды, молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдарына құзғын, тамағымыз үшін бәріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнін шақшы, аяғын білән, пышыратырға қойған идан түгіл, шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз құлы, күні құрлы да жоқпыз. Бағанаға мақтан, бағанаға қуанған, күлген сөздеріміз қайда?